Ассалямуалейкум, қалайсыздар менің тұрақты көрермендерім. Самса жасаудың екі түрін көрсететін боламын. Мына самсаның тестосы оңай дайындалады. Дүкеннен сатып алмай үйден дайындаған жақсы. Мен өзім дүкеннен сатып алмайды екенмін. Басқа кондитерлерге заказ да бермеймін. Көп шығын болып кетеді. Бір жағынан олардікі ұнамай қалады. Сол себепті самса, пирог, торт тағы да басқаларын үйден пісіргенді ұнатамын. Бөліп алған соң ұнға аунатып немесе ұнды себесіз. Ұнды пайдаланбасаңыз оқтауға жабысып қала береді. Мен осындай кішкентай дөңгелек қылып жасадым. Сіз одан үлкен қылып басқаша қылып жасауға болады. Үшбұрышты етіп те жасауға болады. Самсаны осылай дайындап мұздатқышқа салып қойсаңыз өзіңізге жақсы. Кез келген уақытта пісіріп аласыз. Бұл самсаны тестосын қалай дайындау жолы менің каналымда бар. Қарап алсаңыздар болады. Сілтемесін төменде қалдыратын боламын. Салмасына тартылған таза етті пайдаландым. 700 грамм тартылған ет, 700 грамм жуа, татымына қарай тұз, бұрыш салдым. Енді соленый тестодан самса жасаймыз. Мен соленый тестоны қолдан жасаймын. Рецептісі арнамда бар. Сілтемесін төменге қалдыратын боламын. Қатпарлы самса күтірлік самса боп шығады. Сіздерге ұнайтын болады. Әсіресе балалар жақсы көреді. Өзіңіздің қалауыңызша неше түрлі формада жасауға болады. Мұздатқышқа қатырып қойсаңыз өзіңізге жақсы. Аяқ асты қонақ келгенде шәй жасап болам дегенше 20 минутта пісіріп алып дастарханға қоя аласыз.
менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз. Келесі рецептілерді жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз.